Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз өздеріңізбен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Ең пайдалы антидепрессант ол көңілді музыка. Бүгінде ғалымдар күніне кемі 3 минут ән тыңдау және оған еріп билеу күйзеліске қарсы дәрілерге қарағанда 2 есе тез әсер ететіндігін дәлелдеп отыр. Біздің маман да бұл ақпаратты толық қолдайды екен, және түрлі дәрілерді қолдану әдістері туралы айтып беремін деп келіп отыр. Қояр сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Бізде қонақта фармацевт Перизат Иман Мусаева келіп отыр екен. Перизат ханым, сәлеметсіз, студиямызға қош келдіңіз. Перизат, бүгін бізде бағдарламада бірінші рет қатысып отырған жайы бар. Қазір сіздерге күйзелістен тез арылатын және де бір қажетті тақырыптарды қозғайтын боламыз, иә? Арзан тұратын және тұрмысқа қажетті дәрі-дәрмектер туралы айтып бересіз, солай емес пе? Сұрақтарыңыз болса, нағыз енді қажетті тақырып, пайдалы тақырып болғалы тұр. Сондықтан 55-37-76 байланыс нөмірі қосулы тұр. Осы тақырыпқа байланысты қойсаңыздар, біздің арнайы мамандар сізді білден байланысқа қосады. Ал енді мұқият тыңдаймыз. Кеттік. Мына дәріні алсақ, ол өте тиімді, және қазіргі таңда бұл атын айтпаса да болады, көп халық біледі ғой, әрине. Улану, іші өту деген сияқты жаңағыдай активированный. Да, активированный уголь ғой. Улану жаңағы өткен шек буын нелері ауырған кезде пайдаланған өте қолайлы. Иә, тигізеді, әрине. Кейде жаңағыдай бір адам деген бір тамақтан ұшынған кезде. Иә, ұшынған кезде де әрине қолданған дұрыс. Бұл бір таблеткасы әрине 1 килограммдыққа жүреді, әрине өзінің несіне қарай, салмағына қарай ішіледі. Перизат ханым, айтып өтіңізші, мысалға бір кішкентай балалар уланып қалды делік, бір тамақтан ұшынып қалды делік, балаға беруге бола ма бұл активированный угольді? Бұл нәрестеге әрине болмайды, оларға порошок және ұнтақ жүреді, регидрон. Оны жаңағы баланың тұзы, жаңағы ішіндегі ағзадағы жәрі іші өткен кезде бәрі шайылып кеткен кезде жаңағы регидронды берсе, ол өзіндегі ағзадағы қанша жасқа дейін регидронды беруге рұқсат бересіз? Кеңес бересіз? Вообще берем туылғаннан. Туылғаннан бастап, иә? Туылғаннан болса, жаңағы... Неше жасқа дейін? 3 жастан жоғары. Вообще... Негізі, иә? Иә, айта беріңіз. Туылған және нәрестеге капелькамен берсе, 1 литр суға дайындалады негізі. Одан әрғарай уже жоғары бере-берге болады. Даже үлкен адамдарға да болады ішуге. Регидронды, иә? Иә, ішіндегі... Қажет емес паразиттердің барлығын өзінің орнына қойып, жаңағы... Көмектеседі дейсіз ғой. Иә. Әрине, ол құрметті көрермендер тікелей эфирде бірінші рет шығып отырған жайы бар, сондықтан барлығын айтып жеткізу ол оңай емес. Негізі қиындық жайлы ойланып, уайымдап отырғанда тынысыңыз жиілеп, ағзаңызға ауа жетіспейді. Сол себепті тынысыңызды дұрыстауға тырысыңыз. Кеудемен емес, ішпен дем алып көріңіз. Ал егер дәрігерлердің айтуынша, осындай тыныс жаттығуларын кез келген ауруды тез арада басып, ағзаның жұмысында жақсартады. Ал дені сау, көңілі де жайлы деп, міне бекер айтпайтыны осыдан шығар. Ал енді және де тағы да кейде бір болады, келеңсіз, қобалжып, кейбір сондай жағдайлар туған кезде бірдеңенің мысалға бір сахнаға шығардың алдында, не болмаса жаңағыдай бірдеңеден бір уайымдап ренжіген кезде ішіңіз жаңағыдай толып бір жылайын деп тұрған сәттер толған кезде нағыз демді жақсылап тұрып бұлайын деп
деп осы демді шығарып қайтадан төмен түсірсеңіз, сонда ол өзіңіздің жаңағыдай қайтадан өзіңіздің қалпыңызға келуге болады. Ол өте жақсы көмектеседі. Әсіресе бір экзамен тапсырарда, не болмаса бір сөз сөйлердің алдында ол жақсы көмектесетін жаттығудың бірі. Өйткені мен өзім күнделікті үлкен сахналардың шығардың алдында осы жаттығуды күнделікті емес сахнаның шығардың алдында жасаймын. Өте өзінің көмегін тегізіп жатады. Ал енді біз қазір тұрмысқа қажетті, қолжетімді бағамен алуға болатын дәрі-дәрмектер жайында айтып жатырмыз. Хабарламасаң көрермен бар екен, осы ретте тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз сізді. Алло, саламатсыз ба? Я, қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Мен бір фармацевтик маманнан сұрайын келедім. Балам 2 жаста, бақшаға барғалы бері өзі бір беймаздана бастады, түн ұйқысы нашарлана бастады. Қандай 2 жастағы балаға тыныштандыратын дәріні беруге болады? Тыныштандыратын? Тыныштандыратын дәрі. Балаңыз сонда не, бір жері ауыра ма, ол не істейді? Ол неге жылай бере ма? Жылай береді, беймазданып. Неше жаста? 2 жаста. 2 жаста балабақшаға барып жүр? Бақшаға барып жүр, міне 3 апта болды. Түсінікті. Мүмкін балаңызға ұнамайтын шығар балабақша? Жоқ, бақшадағы воспитательдерден сұрасам, олар айтады, адаптация дейді. Бала осы үйренеді, біраз жылайды, мазастанады. Жандағы балалар да сондай дейді. Бірақ бұл уже түн ұйқысы уже бұзыла бастады. Қандай бір витамин болса, бір дәрімен деп берсем бола ма екен деген ой сұрақ. Жақсы. Яғни балабақшаға барып жүргенде 3 аптадай болды. Әрине, кейбіреулерде жаңағыдай бала жатырқап жатады. Дей тұрғанмен балаға бір көмектесетін витаминдер дейді ғой, жақсы бір дәрумендер көмектесетін шығар. Жеңіл, баланы ауыртпайтын, шек қарын құртпайтын, қандай дәру-дәрмектер кеңес бересіз? Өзімізде отанымызда шығарылатын зерде шөп бар, оның ішінде құрамында кіретін шиповник, ХНХ, тыныштандыратын дәрі мелиса деп. Соны берсеңіз, қайнатып, жаңағы шөп 2 қасық аласыз, 1 литрлік суға. Оны сыртынан сосын паритетіп 15 минутке қайнатсаңыз, сосын суытып балаға беріп отырсаңыз, шайдың орнына, судың орнына. Өте пайдалы, еш зияны жоқ, химиялық ешқандай қоспалары да жоқ. Яғни зерде деген шөпті алып, 2 қасық, 2 шай қасық деп отырсыз ғой, соны суға қайнатамыз, кейін оны қанша минут қайнатамыз? Бір құрап қайнағаннан кейін жеткілікті ма? Жоқ, қайнаған су құйып үстінен 1 литрлік, сосын сыртынан қайнатамыз, парный дейді ғой, буға. 15 минут қайнатса болды, жеткілікті. Сосын сол жаңағы шайдың орнына, судың орнына берсе болады сол. Шайдың орнына күнделікті қанша рет берген жөн? 3 мезгіл берсе жеткілікті. Міне көрдіңіз бе, яғни нағыз маман айтуда, егерде балаңыз жаңағы көрерменіміздің қойған сұрағына жауап, егерде тынышталмай бір одан сайын реніш танытып жатса, әрине балаға ол ең бірінші махаббат жетіспейді деп ойлаймын. Әр балаға тек қана қажеті таза анасы мен әкесінің махаббаты. Содан артық ештеңе жоқ. Кейін тағы бір нәрселер, балалар ұнамай жатса, айналасындағы жаңағыдай мұғалімдері, апайлары тағысын жатырқап жатса, оған үйрену керек. Егерде ол көмектеспей жатса, жаңағы айтып отыр ғой, беріп көріңіз, 2 шай қасық зердені жаңағыдай бір қайнатып алыңыз, сосын суытқаннан кейін тұндырып аласыз да, балаңызға 3 мезгіл кішкентайдан жаңағыдай беріп көріңіз. Мүмкін ол да бір балаңыздың жекесіне, баланың бір ағзасына бір оң әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Енді негізі күйзелістен құтылудың ең танымал тәсілдерінің бірі ақшаны орайтын резеңкені қолдану. Осындай резеңкені қолыңызға тағып, көңіл күйді бұзатын теріс ойлар келген сайын резеңкені тартып тұрасыз. Болады. Ол кәдімгі серпімділік кәдімгі қасиетіне орай резеңке қолыңызды ұрған сайын ауыртып тұрады. Ал көңіліңіз ауырған қолыңызға аударып, жаман ойларыңыздан бас тартасыз. Өте жақсы дүние. Егерде
қолыңызға осындай бір қыз балалар браслет не болмаса ер азаматтар кішкентай бір қара жіп болса да тағып қойыңыз. Егер де біреуді жамандап не болмаса жаман ғайбат нәрсе айтып жатсаңыз, осы резинкені алыңыз да деп тартып қалыңыз. Жақсылап тұрып, сонда ол сіздің теріңізді керемет қылып ұрады. Сонда сіз жаңадай өзіңізге сабақ болып келеді. Соны жасап көріңіз. 21 күн жасасаңыз, ол әдетке айналады. Міндетті түрде соны пайдаланып көрейік. Ендігі келесі біздің ең қазіргі күз салқын келді, әрине бәрі тұмаумен ауырып жатыр. Соған ең тиімді біздің витамин С дейді ғой. С витамині жеткіліксіз болғандықтан адам тез жаңағы жұқпалы өзіне аурулы да өзіне тартып алғандықтан мынаны бір 3 түйінін алып 3 мезгіл жеп отырсаңыз күнделікті сіз тұмаудан да көп инфекциялық аурулардан. Аскорбиндікі қышқыл. Қышқыл. Кішкентай кезімізде бәріміз осыны жаңағыдай анамыз беріп отыратын аскорбинді қышқылды. Енді қазір үлкен кісілерге де жей беруге бола ма бұны? Болады, бұның еш зияны жоқ. Витамин С болғандықтан ең тиімді де ең сондай. Перизат ханым, бұны жаңағы көп көрермендер шатастырып жатады. Өз басымда кейде білмей қалып жатамын. Бұны негізі тамақтан кейін қолданған дұрыс па? Тамаққа дейін. Тамақтан кейін тамақпен бірге қолданса болады. Ал егерде тамақтан бұрын таңертең жұмысқа кетіп бара жатқан кезде таңғы ас ішпестен бұрын жоқ, оны болмайды. Қышқыл болғандықтан ол асқазанға может жаңағы кері әсерін тигізуі мүмкін. Кислотность көтеріліп кетуі мүмкін. Енді біліп жүретін боламыз. Яғни аскорбинді қышқылды тамақтан бұрын қолданбаған дұрыс екен. Шек қарынға жаңағыдай зиянын келтіру мүмкін. Хабарласқан көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Иә, қайырлы күн, тыңдап тұрмыз сізді. Алло, саламатсыз ба? Мен сізге бір сұрақ қояйын деп едім. Менің 3-ші сыныпта оқитын балам бар. Сол жаңағы ұмытшақ. Бүгінгі оқытқан сабақтарын ұмыт қала береді. Тақпақ сабағын. Сол жаңағы ойын өрісін жаңағы сақтау үшін қандай дәрумендер ішуге болады, соны айтып жүрсеңіз. Жақсы. Керемет сұрақ, рахмет сізге сұрағыңызға. Жаңағы сұрағы ол орынды, әрине оған қазір глицин деген, ол өте жаңағы память восстанавливать дейді ғой, еске сақтау қабілетін жақсартады. Тенатин. Глицин, тенатин. Олар дәрілер ме, мынандай жаңағы әлде ол сұйықтық па ішетін? Глицин ол тамақтың астына салып соруға арналған. Тілдің астына салып қойып. Тенатинді шөптен, бұлардың ешқандай зияны жоқ. Шөптен жасалғандар, құрамында шөп болғандықтан бұны сорып тілдің астына қойып, сорып. Витамин ғой, е? Витамин. Тәтті? Дәмі де жақсы. Яғни үлкен кісілерге де соны жаңағыдай ішуге кеңес бересіз бе? Глицин оның құрамында? Оның балаларға жаңағы 18-ден жоғары болады. Ал енді кішкентай 3-ші сыныпқа барып жүрген балаға? 3-ші сыныпқа оған... Бір 9 жастағы ғой енді бір шамамен алғанда, 8-9 жастағы балаға? 9 жаста болса, онда оған глицин емес, тенатин дұрыс болады. Тенатин? Тенатин, да. Тенатин. Оның бөлінеді, ол да витамин ба? Ол да витамин, әрине, ол миға да, жүйкеге де жақсы. Тілдің астына салып қою керек па? Иә, сорып. Күніне неше рет ішу керек? Күніне бір мезгіл тілдің астына сорып күнделікті. Бір мезгіл. Тамақтан кейін? Тамақтан кейін. Яғни балаңыз сабақтан келгеннен кейін, тамағын ішіп алғаннан кейін, анасына айтар кеңесіміз, жаңағы мектеп оқушыларына жақсы бір есте сақтау қабілетін жақсарту үшін тенатинді аласыз, тілінің астына бүйтіп қарап отырып салып қоясыз. Содан кейін балаңыз енді жаттауды да, тақпақты да, енді бір айдан кейін судырататын болар. Кейін ол, білесіз бе, есте сақтау қабілеті не үшін азаятын? Негізі, менің ойымша, балада адамда темір жетіспейді. Железі деп айтып жатады, және йод жетіспейді. Ол жаңағы алмада бар. Яғни алманы және де фреш деп айтып жатады ғой.
алманың фрешін, согын, яғни көбірек беріңіз, және де сәбіздің жағдай көп жегені дұрыс, және де апельсин де жақсы көмектесіп жатады. Осы С витамині жақсы көмектеседі. Өйткені жаңағы сценарий бірдеңелер оқыған кезде, не болмаса кітап оқыған кезде кейде есіңізден шығып кетіп жатады, оны жасырудың қажеті жоқ. Сондықтан жаңағы есте сақтау қабілетін жақсарту үшін осы алманы өзім көп жеуді жағдай кеңес берер едім. Және айтқандай тенатен кішкентай балдарға, үлкендерге глицин. Оны міндетті түрде біздің Инстаграм парақшасынан сіз оны көретін боласыздар. Бағдарламадан соң біздің қыздарымыз жазып қояды. Біздің айғылақ бірге таңдаймыз жағдай парақшамыздан біліп алсаңыздар болады. Енді ары қарай көшетін болсақ. Ендігі біздің мына активированный уголь туралы айттық, мынау аскорбин қышқыл туралы айттық, зерде туралы айттық. Енді біздікі мынау перекис дейді, ол противомикробный. Ол өте кесіп алсаңыз да, бала жаңағыда құлап жатады, тіліп кеткенде көптеген жаңағы себе қойсаңыз, жаңағы он и противомикробный, и антисептический, и как бы заживляющий болады. Түсінікті. Ары қарай көшетін болсақ, Перизат? Ендігі хлоргексидин бұл да антисептикалық тура жаңағы перекис водородом сияқты. Физраствор, как теңіз су орнына қолдануға болады, мұрнын шаюға болады, балалардың қазіргі өте тиімді әрине. Соны орнына қолданып, шайып мұрнын шайқағанға да болады, ауыз қуысын шайқағанда көп несі көп, оның пайдасы да көп. Жаңағындай күніне 2 рет шайқаса, қалай мұрын, енді баланың несіне қарайсыз ғой, мұрны уже бітеліп, нете бастаған кезде шая қойсаңыз, одан кейінгі өзінің тағы да бір каплялар болады, соны сепсе жақсы бұл. Жақсы, көп рахмет. Перизат ханым, алғысымыз шексіз. Ардақты ағайын, әрине міндетті түрде ең бастысы ол иммунитет. Әр ауру ол негізі иммунитеттің түскендігінен болады. Және де адамның негізі міндетті түрде иммунитетті көтеретін ол жақсы дұрыс ұйқы, дұрыстап тамақтану, және де ол физикалық жаттығулар. Оның барлығы да әсер етеді. Әрине осындай дәрі-дәрмектерді қолданбай-ақ дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылданып, ойыңызды, басыңызды жаман бір негативті ойлардан арылтсаңыз, сонда ешқандай ауру да, бәле батырлардың барлығы жабыспайтын болады. Міндетті түрде айтылған кеңестерімізге құлақ асыңыздар, және де пайдаланып көріңіздер дегім келеді. Сізге алғысымыз шексіз. Сәлден соң бүгінде сәнге айналған білезік пен сырғаны үй жағдайында жасап үйренеміз. Әзірге аздаған жарнама, арна қосылы болсын.